В таких заведениях нового формата можно совместить приятное с полезным. Создатели стараются охватить социальные проекты. Здесь же за обедом есть возможность изучать разговорный казахский язык. Аким города Бауыржан Байбек посетил заведение и побеседовал с учащимися. Walking Almaty деген жобам бар, жаяу Алматы. Мен шетелдіктерге Алматы қаласын көрсетемін. Алматы қаласын жақсы көремін. Бауыржан Байбек также ознакомился с меню и отведал национальные деликатесы. Глава города поддерживает такие начинания бизнесменов и остался доволен предложенным форматом. Мүмкіндіктері әлеуеті өте үлкен. Мына негізгі қарапайым сөздерді 100-200 сөзді үйренуге болады деп ойлаймын. Сондықтан сіздердің жұмыстарыңызға көп рахмет. Здесь же работает языковой клуб Баскосу. Все желающие могут заниматься каждый понедельник. Преподает политолог, блогер Покыджан Бухарбай. По его словам, количество учащихся растет с каждым днем. Здесь можно встретить и иностранных граждан. Клуб работает с 2014 года. За это время у нас обучились 500 человек. Мы стараемся развивать казахский язык. Рассказываем также историю, чтобы как можно больше человек начали изучать его. Мәдени асханасының басты ерекшелігі мұнда келушілер уақыттарын өте тиімді өткізеді. Асханада әр дүйсенбі сайын ауызекі қазақ тілінде сөйлеуді үйрететін Басқосу клубы жұмыс жасайды екен. Тілді меңгерушілерге дәріс беретін Бақытжан Бұқарбай клубқа қатысушылар санының күн санап артып келе жатқанын айтады. Бұл бастаманың мәнінің зор екенін тілге тиек еткен қала әкімі Басқосудың жұмысына табыс тіледі. Әрі ұлттық тағамдардан дәм татты. Тіл деген ол әсіресе қазақ тілінің өзі байытылы сондықтан оның мүмкіндіктері әлеуеті өте үлкен. Мына негізгі қарапайым сөздерді 100-200 сөзді үйренуге болады деп ойлаймын. Сондықтан сіздердің жұмыстарыңызға көп рахмет. Басқосу клубы алғаш 2014 жылы құрылған. Әуелде ұлттық саз аспаптар музейінде ғана жұмыс жасайтын клуб қазір мәдени асханасында да қазақ тілін тегін үйретеді. Бүгінгі күнге дейін осы клуб шеңберінен 500-ден адам астам мемлекеттік тілді меңгеріпті. Ал жуықта ғана ашылған мәдени асханасына тек тамақтануға ғана емес, қазақ тілін үйрену үшін қазір 20-дан астам адам келуде. Олардың қатарында тіпті шетелдіктер де бар. Мен осында тұрып жатырмын. Менде Walking Almaty деген жобам бар, жаяу Алматы. Мен шетелдіктерге Алматы қаласын көрсетемін. Алматы қаласын жақсы көремін көп.